Құрметпен оқырмандарым, мен өзімнің жеке басының шаруаларымен сыртқа шығып бара жатырмын. Бүгін енді демалыс күні, сондықтан да құдалықтың бірнеше шаруасын бүгін бітіріп қоюым керек. Алдында заказ берген заттарымның барлығы дайын болыпты, және де жаңадан тағы да заказ беретін, тапсырыс беретін нәрселерім бар. Және де орамалдарымды толықтыруым керек. Өткенде орамал алып кеткенмін, бірақ та ол кішкене жетіңкіремейтін сияқты. Сондықтан да тағы да өткендегі барған орамалдар сататын дүкеніме бара жатырмын. Сол жақтан жақсы орамалдарды таңдап алатын боламын. Егер де сіздер де мен сияқты құдалықтың шаруасымен жүрсеңіздер, не болмаса той жасап жатсаңыздар, той жасауға дайындалып жатсаңыздар, менімен бірге жүріңіздер. Қызықтың барлығы алда болады. Сіздермен барлығын бөлісіп, сіздерге барлығын көрсетіп жүретін боламын. Менің бір сіздерге азғантай да болса көмегім тиісін деген ниетте. Үйлеріңізде тек қана той болсын. Жұмыстасың ба? Жұмыста жаңа келдім. Сәлеметсіз, қалайсыз? Рахмет, келінді ұрып. Жұғысты болсын саған да. Қалай жақсысыз? Қыззат. Кел отырыңыздар. Қалдар қалай? Көрмегелі көп айдың. Біздер апам екеуміз Айка шубаға келіп, құдағайларымызға шуба таңдап алып жатырмыз. Өте әдемі шуба таңдап алдық. Бұйырса көретін боласыздар құдалықта берген кезде. Қазір енді көрсете алмаймыз. Егер де өздеріңізге жылы киімдер іздеп жүрген болсаңыздар, біздер сияқты құдалыққа дайындалып, қыз ұзатып, соның сандығына іздеп жүрген болсаңыздар, Айка шуба парақшасын қалдырып кетеміз. Сол жақтан сұраңыздар. Мына жақта енді толып тұр. Біздің бүгінгі кешкі байып үйге Айжан келінімен Гүлмирам келіп жатыр. Ертеңгі құдалыққа алған приздеріміздің барлығын қазір распаковка жасаймыз. Көптен бері осыны ашуға тіптен қолым тимей жүрді. Бүгін мына екеуі келіп жақсы болды. Бүгін келмегенде таяқ жейтін деп. Мен бүгін ойлап едім, тек сразу екеуі деген жетіп келді ғой. Жандарым сол. Иә. Менің көмекшілерім ғой. Мына покрывалды жайық мына жерге. Сосын мынаның барлығын ашайық, сосын керегін алайық, артығын салайық деген сияқты барлығын упаковкалайық. Сосын дайындап, коробкалерге салып, дайындап, бетін жауып, тек ресторанға апаратындай қылып қоюымыз керек. Балапан барлығымыз осыны жасайын деп жатырмыз. Іске сәт. Күректік түртіп, инстаграмға түсіп, рилс түсіріп, ертең хит болып, тиктоктан бір шықпай ертең. Екеуі хит боласыңыз ғой. Енді екеуің жүресіңдер, балапан менің қасында тұрады тек өйстіп. Дыбыс істемеймін, достар, өздеріңіз. Мен екеуін жұмсаймын енді, болды, все. Енді екеуің тиктокта хит боласыңдар. Ана балапаны неге жүрмейді екен қасында? Мына екеуі неге жүр екен деп. Қайталайық онда бәрін.
приздердің барлығын распаковка жасадық. Енді қандай приздер екенін өзіміз қарап жатырмыз ғой. Алдында тек сразу заказ беріп, сразу автоматически мынау керек деп мен список беріп едім ғой. Соған осындай қылып күшті қылып сал жіберіпті. Енді балапан бір термосты өзім алам дейді. Ал. Сенен аяғанды ит жесін. Мына жақта екі келіншек осындай қылып тоймастарларды салып, бетін жауып, дайындап қойып жатыр. Осындай күшті вайп болып жатыр. Барлықтарыңызға осындай вайп жұғысты болсын, үйлеріңізде той болсын, приз алыңыздар, құдалық шақырыңыздар. Осындай ол күшті болып, ауыздарыңыз бір болып, тойға, құдалыққа дайындалыңдар. Менің Айдай қызым да көмектесіп жүр бізге. Айдай, жаным. Сенің тойыңда да осылай жүрек бәріміз. Біз нешеде боламыз екен? Жаным. Мен қазір 50-де болсам, Айдай 1-де болса, Айдай 20-да, мен 70-де болам? Ой, нормально болам екен. Нормально болам екен. 70-де де қыз ұстап жүремін ғой осындай болып. Билеп, мәз болып. Жаным. Осылардың қызығын көру бұйырсын. Осылардың тойында билеп жүру бұйырсын. Бұйырсын бәрімізге. Мына келіншектерге де қыз бұйырсын. Тез туың, а то мен қартайып қалам. Давай тез туыңдар. Туатын болсаңдар. Жігіт жоқ. Ырымдауы деген әйтеуір не жоқ, шек жоқ ырымдауында. Жігіт жоқ бірақ, жігіт керек енді бізге. Бізде құдалыққа қызу дайындық әлі жүріп жатыр. Осындай тапсырыстарым келді. Мынау конверттер, осындай қылып күшті қылып атын жазып, және де осындай қылып күшті қылып шашақтап қойған. Алдында той кезінде де осы қызыма көптеген конверттер, және де осындай табынай ауылынан бей, ауылына бәм деген осындай этикеткілерді жасатып алғанбыз. Күшті қылып міне құдалыққа да жасап беріп жатыр. Қараңыздаршы, өте әдемі, ерекше, сосын деген осындай қылып сапалы қағаздардан жасап береді. Егер де сіздер де біз сияқты той жасап жатсаңыздар, келін алып жатсаңыздар, қыз ұзатып жатсаңыздар, құдалық жасап жатсаңыздар, осындай керек нәрселердің барлығын менің осы қызыма жасатып алсаңыздар болады. Және де киттерге осындай қылып құдалардың аттарын жазғызып қойдық. Барлығын қазір енді лентамен пакеттерге барлығын байлап әдемілеп қоямыз. Енді бұл да бір құдалықтың сәні ғой. Осындай қылып барлығын дайындаттық. Мынау болса корзиналарға, дәмдерге байлайтынымыз өте әдемі, қараңыздаршы. Ал мынау болса мына құдаларға құйрық майдан ауыз тигізгенде, сол құйрық майды мына шпажкеге былай бекітіп қойып, соларға осындай қылып беретін боламыз. Құда дегізген, құйрық бауыр дегізген дейді. Ал құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Егер де сіздерге осындай күшті керемет заттар керек болса, және де бомбоньер керек болса, осындай енді әдемі күшті типографиядан жасалынып шығаратын заттар керек болса, онда осы менің қызыма хабарласа қойыңыздар. Барлығын уақытында сапалы қылып жасап береді. Барлығы осындай қатты қағаздардан, сапалы қағаздардан расцветкілерін әртүрлі қылып жасатсаңыздар болады. Дизайнын өзіңізбен келісіп, осындай қылып күшті қылып жасап береді. Рахмет, көп. Біздің үйдің вайбы осындай болып жатыр. Мына жақты енді көп көрсетпеймін. Мына жақты көрсетейін. Осылай көрсетейін. Мына жақта міне менің деген 3 келінім, біреуі
Табынай жақтан келінім Нұргүл келінім. Екіншісі Бәле жақтан Айжан келінім. Беріс жақтан өзімнің Төркін жағынан Гүлмира келінім. Үшеуі осындай қылып президердің барлығын жаңа бетіне несін жаңа гүлдерін жабыстырып, барлығын упаковка жасап, дайындап қойып жатыр. Және де кешегі алған шашуларымызды 3 жерге ма, 4 жерге бөліп жатсыңдар ма? 3 жерге да? Иә. Соған бөліп дайындап қойып жатыр. Қазіргі вайп осындай. Енді мына жақтағыларды пока енді көрсетуге болмайды. Оны ертең құдалықта көресіздер. Енді кішкене болса да бір нәрсе, бір жаңа құпия болып қалсын. Осындай күшті қылып дайындап жатырмыз. Қазір енді сол мына киттердің, мына жақтағы киттердің барлығына жаңағы мен көрсеткен мына аты жазылған қағаздардың барлығын лентаға байлап, барлығын күшті қылып байлап қоямыз. Сондай қылып оформление жасайып жатырмыз. Ал барлықтарыңызға жұғысты болсын. Осы жерде отырған келіншектерге де жұғысты болсын. Балаларың келін алсын, қыздарың тұрмысқа шықсын. Құдағай болыңыздар сендерде. Мына қайнапа, абысы болған күшті екен. Осындай болып күшті болып жүресің бүйтіп. Осылай болып жүресің міне. Арасында енді мен де жасап қоямын, бірақ та мына келіндерімнен маған жұмыс қалып жатқан жоқ. Сол сияқты сіздерге де осындай күшті келіндерді тілеймін. Жандарым, сол неше күннен бері жүр ғой. Алдында той басталғаннан бері осылай жүр ғой. Ертең енді құдалықта барлық шаруаны барлығымыз бірігіп атқаратын боламыз.